Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 52-ші сабақ бастауыш. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 5-ші жаттығу мәтінді оқы. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздармен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан және қайыңнан жасалады дейді. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған дейді. Себебі киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы дедік. Келесі киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады дейді. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Келесі кереге неден жасалады? Кереге талдан, қайыңнан жасалады дедік. 6-шы жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Балалар сөйлемді дәптерімізге әдемілеп көшіреміз. Киіз үй тігілді. Атам төрге жайғасты. Балалар далада ойнады. Қарамен жазылған сөздердің астын сызып қойдық және оларға сұрақ қойдық. Яғни киіз үй не деген сұрақ қойылады? Атам кім? Балалар кімдер деген сұрақ қойдық. Бұл сөздер қимыл иесі болып тұрғанын байқа дейді. Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді балалар бастауыш дейміз. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді дейді. Яғни жаңағы сөйлемдердегі киіз үй, атам, балалар дегендеріміз бұлар бастауыштар. 7-ші жаттығу суретке қара дейді. Сурет бойынша әңгіме құрап жазған сөйлемдеріңнен бастауышты тап дейді. Міне балалар, біз құрылыс алаңын көріп тұрмыз. Құрылыс алаңына кім келді қараймыз. Осы бойынша әңгіме құрастырайық. Сәулетшілер құрылыс алаңына келді. Тұрғын үй кешенінің құрылысы ойдағыдай жүріп жатыр екен. Құрылыс толық аяқталуы үшін 2 ай уақыт керек. Асқар бөлмелердің сызбасын Арнұрға көрсетті. Бөлмелер кең әрі жарық болатынын айтты. Тұрғындар сәулетшілерге риза болатыны сөзсіз дедік. Енді бұл жерде бастауыштар балалар бізде сәулетшілер. Екінші құрылыс, яғни не деген сұраққа жауап береді? Құрылыс толық аяқталу үшін 2 ай уақыт керек деген сөйлемдегі. Келесі Асқар, одан кейін бөлмелер және тұрғындар. Бұлар бізде бастауыштар болады. Келесі 8-ші жаттығу мына нақыл сөздерді көркем жаз дейді. Шаңырағың шайқалмасын, керегің кең, 2 босағаң тең болсын дейді. Дәптерімізге әдемілеп көшіреміз. Нақыл сөздердің мағынасын қалай түсінетініңді айт дейді. Балалар, қазақ халқы отбасы жанұя сөзінің орнына шаңырақ сөзін жиі қолданады. Демек, бұл сөздің мағынасы отбасың аман болсын, тыныш болсын, жанұяңда тек береке болсын дегенді білдіреді. Ал енді керегің кең, 2 босағаң тең болсын деген сөзінің мағынасы үйің үлкен болсын, үйіңнен қонақ үзілмесін дегенді білдіреді. Киіз үйге қатысты тағы қандай нақыл сөздерді білесің дейді. Киіз үйге қатысты балалар тағы да шаңырағың биік болсын, босағаларың берік болсын, құтты шаңырақ болсын деген сияқты нақыл сөздер бар. Яғни тілектер. Алғашқы сөйлемді сөйлем мүшесіне талда дейді. Бізде шаңырағың шайқалмасын деген сөйлем. Бұл жерде шаңырағың нең деген сұраққа жауап береді. Бастауыш, шайқалмасын, не істесін, бұл баяндауыш болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.